Бәріне сәлем, сіздермен бірге пайдалы channel арнасы. Видеода әдетте біз ас үйде көпшілігіміз ыдыс жууда қолданып жүрген губканың қандай зияндылығы бар, сол жөнінде айтатын боламын. Сіздер үшін пайдалы болатынына сенімдімін. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ыдыс жууға арналған губкалар туалеттегі унитазбен салыстырғанда 1000 есе лас келеді. Поролонды губкалар әрдайым тамақ қалдықтарымен жанасатындықтан және соған қарамастан өздерінде үнемі сулы әрі жылы ортаны ұстайтындықтан оларды нағыз бактериялардың тамыр жаятын ошағы деп айтсақ болады. Біле білсеңіздер, бір ғана губканың бойында 350-ге жуық бактерия түрі мекен етеді және бұл факт иммунитеті төмен кісілер үшін және балалар үшін жаңа инфекцияның жууына әбден себепші. Олай болса, ыдысты қандай материалмен жуамыз? Ең бірінші, ыдыс жуатын материалдарды таза люфадан, целлюлозадан және жуттан таңдау керек. Бұлардың материалдары қатты келеді, яғни сумен жанасқанда тез арада жұмсарады. Кейін сыққаннан кейін тез арада қайттан қатайып, тез құрғап өзінің қатты қалпына түседі. Солайша құрамындағы бактериялардың өсіп жетілуіне мүмкіндік бермейді. Және ең маңыздысы, бұл материалдар табиғатта оңай ыдырайды. Поролонды губкаларды жиі ауыстырғанның өзінде бұл әрекетімізбен біз қоршаған ортаға әрине зиянымызды тигіземіз. Өйткені олардың материалдары табиғатта біріншіден ыдырамайды, екіншіден қайта өңдеуге келмейді екен. Сол үшін бұндай губкаларды ас үйде мүлдем ұстамаған жөн.